Сәлеметсіздер ме? Қалдарыңыз қалай? Бүгін міне желтоқсанның 31-і 2023-тің соңғы күні. Ең әуелі видеоны соңына дейін тыңдап, менің YouTube каналыма жазылуды ұмытпаңыз. Қоңыраушаны басып, подписаться батырмасын басып кетіңіз. Видеоның соңына дейін сіздермен жақсы ақпаратпен бөлісемін. Сіздерді осы келе жатқан 2024 жылғы ұлы жылының жақсылықтарымен құттықтағым келіп тұр. Баршаларыңыздың отбасыларыңызға жақсы денсаулық, әр қазағым бай болсын, әр қазағым бар болсын. Енді осы YouTube каналға келгенде мен енді ғана келіп жатырмын, оны жасырмаймын. Көп мына успешный адамдарды өте көп тыңдаймын. Барлығын тыңдап отырып, мен осы YouTube каналды ашуды жөн көрдім. Енді бұндағы мақсатым осы YouTube каналым ары қарай жүрсе екен, белгілі бір жақсылықтарға жетсем екен деген ойдамын. Ол үшін сіздердің қолдауларыңыз керек. Әрине, сіздердің қолдауларыңызсыз мен ешқайда бара алмаймын. Сондықтан осы құттықтауды ертерек уақыт тауып сіздермен бөліскім келіп отыр. Әр қазағым жақсы болсын. Сондықтан менің YouTube каналыма жазылыңыздар, тыңдаңыздар, пайдалы ақпараттар мен бөлісіңіздер. Мысал үшін әрбір қазақ бір-біріне поддержка беру керек деп ойлаймын. Тек қана қазақ емес, Қазақстан тұрғындары деп айтайын, иә. Мысал үшін, сондықтан мені көріп отырғандарыңыз, мені көріп жүрген менің тұрақты подписчиктарым, мені қолдап, комментарияларыңызды жазып, лүпілдеріңізді басып, жақсы жылы сөздеріңізді аямаңыздар. Алланың разылығы үшін деп бір қазақты демеп жіберсеңіздер, ол деген сіздердің жаңағы бір ғана қоңыраушаны басу арқылы сіз бір қазаққа көмек беріп жатырсыз. Сондықтан сіздерге жақсылық тілеймін. Жалпы мен осы YouTube каналға қалай келгендігім туралы сіздерге айтып өтейін. Жалпы мен 2 жыл болды TikTok каналын жүргізіп жатырмын десем болады. Оның өзінде мен бір блогер болайын, немесе бір пайда көрейін деген мақсатта емес. Жалпы менің бір кішкентай қызым бар. Сол күні ой TikTok түсіреді. Сосын мен оған ұрсам, сен не қылған, мынау не қажет, бұл керек емес деп. Жалпы мен қазір өзім ананы зерттей келе, мынаны зерттей келе, TikTok каналында, YouTube каналында қандай шексіз бұл жерде еңбектің жемісі бар екенін көріп, мен енді расымен де осыны қолға алдым. Сондықтан сіздердің осы YouTube каналыма жазылып, сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте қажет. Жалпы мен осыған келу себебімнің өзі де сол TikTok арқылы болды. Бұрын YouTube'дан біз өзіміздің қажетті нәрсемізді ғана қарайды екенбіз де, ары қарай бармайды екенбіз. Ал қазір успешный адамдарды көп тыңдаудың арқасында мен YouTube'да қандай жетістіктер бар екеніне көзім жетті. Сондықтан бүгінгі жолдауымды сіздерге арнап отырмын. Жаңа жылда әрбір қазаққа жақсы сөздерімізбен, жақсы қылықтарымызбен бір-бірімізді қолдау мақсатында менің осы YouTube каналыма жазуларыңызды сұраймын. Сондықтан әр қазағым бай болсын, мықты болсын, әр қазағым жақсы болсын. Расымен де успешный адамдар қазір неше түрлі мысал үшін жақсылықтарға қол жеткізіп жатыр. Олардың келудегі жағдайларының өзі маған қызықты. Күндердің күнінде мен де сіздерге қалай келгендігімді айтатын шығармын. Ол менің үлкен арман мақсаттарымның бірі. Сондықтан менің YouTube каналыма жазылыңыздар, тыңдаңыздар, құттықтауымды қабыл алыңыздар. Бүгін мен сіздерге ертерек осы құттықтауды жолдап отырмын. Мысал үшін менің каналыма қазір біраз адамның өзі маған кері байланысқа шығатын болатын болса, мен де сіздерді қолдаймын, мен де сіздерді жақсы көремін. Сондықтан бар қазағымды жақсылық, денсаулық, ең бастысы мол табыстар тілеймін. Сіздермен болған Ардақ Әлбековна, мені міндетті түрде қолдаңыздар. Мен де сіздерге қолымның келгенше қолдаймын. Сіздердің арқаларыңызда әрбір қазақ арман мақсаттарына жетеді деген ойдамын. Сіздермен болған мен